Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Мұрат Гүлсезім. Менің жобамның тақырыбы менің тарихқа деген махаббатымды оятқан тұлға. Мен бүгін сіздерге жай ғана танымал тұлға туралы емес, қазақ қоғамының интеллектуалды деңгейін көтеріп жүрген Әлия Әшім туралы айтқым келеді. Менің отаныма менің бастамам атты жобалар сайысының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясының басты шарты елімізге елеулі үлес қосқан, өмірі мен білімі үлгі болатын, білімді насихаттайтын тұлғаларды пайдалана отырып мысалға келтіру болатын. Көпшілігіміз үшін тарих пәні мектептегі қалың кітаптар, жаттауға қиын есептер және құрғақ ақпарат ретінде емтихан тапсыру үшін керек болатын. Ал Әлия Әшім бізді тірі эмоциямен қанымыздағы бүлкіл қан бар екенін сезіндірді. Бүгінгі күннің сабағы ретінде тарихты сананы ояту ретінде бізге ұсынатын болады. Әлия Әшім кім? Әлия Әшім сапалы контенттің стандарты. Ол журналист, кәсіби медиа менеджер және заманауи ағартушы деп айтуға болады. Ол табысқа хайппен жетуге емес, терең біліммен және сапалы контентпен жетуге болатынын бізге дәлелдеді. Ол шаңғысқан архивтерді біздің смартфондарымыз бен жүректерімізге өзінің видеолар арқылы жеткізеді. Оның тарихты жеткізуде екі үлкен құндылығы бар. Ол storytelling және визуалды эстетика. Бұл екеуіне тоқталып кетсем, storytelling дегеніміз ол хикаялау шеберлігі. Ол қол жетпес идеалдан нағыз адамға, ол тарих оқиғаларын жай баяндау емес, сәуір атмосферасына түсіру. Алаш жастары біз сияқты ет пен сүйектен жаралғанын сезіндіру. Оларда сүйген, күйген, қорыққан, бірақ отан үшін бәрін қиған жандар ретінде бізге сипаттайды. Ал визуалды эстетика дегеніміз ол тарихты трендке айналдыру. Оның заманауи құралдар, музыкалық әуен және динамикалық монтаж. Бұл біз сияқты визуалдар буынына арналған жаңа тіл. Өткен шаңда басқан архив ретінде емес, бүгінгі күннің сабағы ретінде ұсынады. Жеке әсер мені қалай өзгертті? Мен оның сюжеттерін көрген сайын, егер олар осындай қиын заманда ұлтын ойласа, мен бүгінгі бейбіт күнде не істеп аламын деп ойландым. Әлияның арқасында мен тарихты жаттауды емес, оны талдауды үйрендім. Ол менің бойымдағы ұлттық кодты оятты десем де болады. Тарих бұл жай ғана өткен шақ емес, бұл біздің еркіндігіміздің негізі екенін түсіндім. Менің тарихқа деген махаббатым кітапханадағы шаңнан емес, Әлияның әрбір сөзіндегі шыншылдық пен ұлтшылдықтан басталды. Зерттеу мен тренаж нәтижелері. Мен жобаны жай ғана зерттеп қоймай, әлеуметтік бақылау жүргіздім. Мен мектептегі оқушылардан Әлия Әшімді танисың ба деген сұрақты қойдым. Оның 80% танитынын, ал 20% танымайтынын айтты. Респонденттердің 85% Әлия Әшімнің видеоларын көрген кезде өзінің тарихқа деген махаббаты оянғанын айта кетті. Мен әлеуметтік желіде бастаған Әлия Әшім 100 есім челленджіне ондаған достарым, құрдастарым үн қосты. Онда достарым деген Әлия Әшімнің кітаптарын оқығанын, ол жерде қандай білім алғандарын айтады. Әлия Әшімнің ең басты инвестиция ол өзіңе жасалған инвестиция дегенін айта кетсем болады. Ол дегеніміз тарихты білу, ол біздің өзімізге жасаған үлкен инвестиция деп айтады. Мен челленджмен шектеле қоймай, мен Әлия Әшімге хат жаздым. Бұл хатты мен болашаққа жолданған хат деп ат қойдым. Бұл хатта біздің буынды толғандыратын сұрақтарды қойдым. Оның маңызды бір сұрағы жастарға ең бірінші қандай дағды керек деген сұрақ қойдым. Оның жауабын күте отырып, бұған дейінгі еңбектерін саралап шықтым. Әлия Әшімнің ұстанымына қарасақ, міндетті түрде үздіксіз білім алумен өз тіліңді құрметте деген жауап алар едім. Сондықтан менің бұл хатым онымен интеллектуалды тілдесуімнің бастамасы болады. Бұл хаттың жауабы менің жобамның нүктесі емес, үтірі болады. Мен Әлия Әшім сияқты тұлғалармен байланыс жасау арқылы мектебімізде жаңа медиа мәдениетін қалыптастырғым келеді. Ең қиыны бастау емес, таңдаған жолынан таймау деген Әлия Әшімнің сөздерімен жобамды қорытындылағым келеді. 100 есімге енгізу бұл жай ғана марапат емес, қоғамның күнге қарап бой түзеу керек екенін көрсететін бағдаршам. Әлия Әшім ол біздің буынның кумирі, біздің ертеңгі күнге деген сеніміміз. Тарихқа деген махаббатымды ашқан, өз елімнің өткеніне құрметпен қарауды үйреткен Әлия Әшім бұл жобаға әбден лайықты деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.